Мәссаған, біздің кітапханаға қандай көп жаңа кітаптар келген. Осы біздің оқырмандар қазір қандай кітаптар оқып жүр екен? Бірге сұрап көрсек. Ендеше кеттік. Менің соңғы оқыған кітабым бұл Оразай Жеңісұлының алғашқы жыр жинағы Желсілей кітабы. Ал енді оқып бастаған кітабым бұл Бейсен Құранбек туралы Бейсен және болмыс деген кітап. Соңғы кітапты осыдан бір апта бұрын оқығам. Орысша кітап «Верь в себя» деген. Енді болашақта «Кемел адам» деген Қайрат Жолдыбайұлының кітабын бастаймын. Мен кеше ғана Қабдеш Жұмабаевтың Абылайдың ақырғы күндері хикаятын оқып бітірдім. Енді міне бұйырса Шериаздан Елеукеновтың Мағжан деген танымдық зерттеу кітабын оқысам деп жоспарлап отырмын. Сондай ойым бар. Соңғы рет осы көктемде кітап оқыдым. Ол Шақан шері болатын Мұхтар Мағауиннің. Қазір кітап оқып жатқан жоқпын. Ол кітап ортасынан тоқтады. Өйткені біраз сюжеті ауыр, ішіндегі оқиғалары ауыр болғандықтан тоқтатып қойды. Мен соңғы рет Мұхтар Мағауиннің Сарғазақ романын оқыдым. Енді алдағы уақытта Таласбек Әсемқұловтың 8 томдығын оқысам бар деп жоспарлап отырмын. 8 томдығының соңғы томдықтары осы клубта шықты деп естідім. Енді алдағы жоспар сол.